Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге НОБД портфолио сайты арқылы жұмысқа қалай кіруге болады соны көрсетейін деп отырмын. Осылай өздеріңіз логин парольдарыңызды иіндарыңызды жазып кіруге болады, немесе кірмей жатса ECP кілтпен кіруге болады. Көбісінікі осылай иінмен, парольмен тіркелген парольдарыңыз бар ғой, солмен кірмей қалады. Сол үшін осылай ECP арқылы кіріп жұмыстарыңызды көре берсеңіздер болады. Мына жерде енді сайт ашылды. Бұрын жоғары жағындағы модульдер мен қызметтер деген болмаған. Кейін қосқан екен. Енді осы жерде менің цифрлы құжаттарым деген жерге барамыз да. Каждый графаны толтыру керек. Мына жерде мен барлығын толтырып қойғанмын. Қарау деген ол жаңағы салған нәрсеңіздің PDF түріндегі вариантын көресіз. Бұл жерге еще документ салғанда да PDF түрінде салу керек. Осылай бүкіл данныйларыңызды тексеріп аласыз. Мына марапаттар, тәлімгерліктен былай қарай, төмен қарай барлығын өздеріңіз толтырасыздар. Ал оған дейінгіні ол мектеп толтырған. Мектептегі НОБД-ға жауап беретін заучка айтсаңыздар, мына нелердің барлығын сертификаттарды қосып береді. Мен барлығын мен толтырып қойғанмын. Толтырғаннан кейін астындағы мен дербес директор және оларды қорғау туралы дегенді птичка қойып, ECP көмегімен қол қоясыздар. Одан кейін модульдер мен қызметтер бөліміне өтсеңіздер, осылай жұмысқа кіру жаңағы мұғалімдердің жұмысқа кіруіне вакансия іздеуге болады, немесе жұмысқа алатын адам болсаңыз, өзіңізге мұғалім немесе басқа персонал іздесеңіз болады. Осы жерде вакансиялар 1306 вакансия тұр, міне Қазақстан бойынша. Енді осы жерде жаңа IT батырмасын басу арқылы кіре аласыздар, бірақ егер де сіздер тіркелмеген болсаңыздар, онда регистрацияны басып тіркеліп, сосын бірақ кірулеріңіз керек. Егер де регистрацияны бассаңыздар, осылай шығады. Работодатель, жоғары жағында работник деп тұрады. Обязательно электронный почта, телефондарыңыз. Міне егер де работодательға кірсеңіздер, осылай директордың орынбасарлары барлығы шығады. Бірақ бізге қазір работник керек. Жұмысшы ретінде тіркелеміз. Иін жазасыздар, почта, телефон и педагог деп таңдайсыздар. Сосын пароль тоже жақсы сенімді пароль болу керек, ұмытып қалмайтындай. И астында я согласен с условиями басып, создать учетную запись деп басасыздар. Сосын осы сайтқа кіріп кетеді өзі автоматически. Содан кейін міндетті түрде осындай NC Lawyer деген программа болу керек. Жоғары жақта оны қалай скачать ету керек жазылып тұр. Жоғары жағында ссылка қойып кетемін. Міне мен өз атымнан кірдім ECP кілті арқылы. Бұл жерде де ECP кілттеріңізбен кіре берсеңіздер болады. Логин пароль ұмытып қалсаңыздар тіркеліп алғаннан кейін. Содан кейін мои данные, безопасность деп тұрады, данныйларыңыз тексеріп аласыздар. Өзгерту керек болса өзгертесіздер. Жұмыс орындарыңызды обновить ету керек болса обновить етесіздер. И мына жақта вакансии деген бөлімге кірсеңіздер, Қазақстан бойынша вакансиялар жазылып тұрады. Сол жағында міне фильтр тұрады, уровень дохода, зарплатыңыз қанша болған қалайсыз, регион, қай регионнан қарайсыз, тоже облыс, қала деген сияқты. Тоже таңдайсыздар. Қай қаладан қажет, мысалға Астана қаласы деп таңдайтын болсақ, немесе Костанайская область десеңіздер, Костанай, жаңағы Арқалық бәрі шығады екен, облыс бойынша. Сосын мысалы қазір Астана қаласын таңдап көрейік, бүкіл облыстар шығады. Жоғары жағында міне выбранное като деп тұр. Таңдадық, енді должность таңдау керек. Мұнаның астында показать все дегенді бассаңыздар, көптеген сіздерге қажет мамандықтар шығады. Осы жерден мамандықтарды таңдап алсаңыздар болады. Міне педагог немецкого языка, педагог по алгебре. Мысалы маған қазір педагог по английскому керек. Осы фильтрді бассаңыздар, мына жақтағы фильтр өзгеріп отырады. Енді, в принципе, астындағылар таңдамай қойса да болады, бірақ фильтр керек болса, астындағыларды таңдап алсаңыздар болады. Сосын, оң жағында бізде фильтр шықты, Астана қаласы бойынша ағылшын тілінен мұғалім қай мектептерге керек. Әр қайсының астында вы избранный деген бар, яғни избранныйға қосып қоясыздар, кейін көресіздер. Перейти көру керек, объявлениені көру керек болса, перейти көзді басасыздар. Содан кейін жаңағы откликнуться деп бассаңыздар да болады. Яғни сол мектепке өздеріңіздің дайын резюмелеріңіз кетеді. Қазір резюмені қалай жасау керек, оны да көрсетем. Және бұған откликнуться еткенде де балл бойынша есептейді екен.
Қазір оны да каждый мектепке қалай откликнуться ету керек, не толтыру керек, қандай форма толтыру керек, қазір көрсетемін. Пока сіздер лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер видео пайдалы болса, міндетті түрде бөлісіңіздер. Міне кез келген мектепке барып откликнуться дегенді басасыздар. Содан кейін сіздерге толтыратын андай форма шығады. Перечень документов для участия в конкурсе деп тұр. 1, 2, 3 деп тұр жоғары жағында. Ең бірінші бетінде міне осындай заявление ол автоматически жазылып тұрады. Посмотреть деп көрсеңіздер болады. Сосын ар жағында тағда екіншісінде уровень образования таңдайсыздар. 5 балл, магистр болса 5 балл деген сияқты, бакалавр болса 2 балл деп өздері көрсетіліп тұрады. Содан кейін академическая степень, егер жұлдызшамен тұрса, ол обязательно толтыру керек деген сөз. Ал жұлдызшасыз тұрса, онда оны, егер сізде ол академическая степень жоқ болса, тастап кетсеңіз болады. Содан келесілерін әрқайсысын оқып осылай жаңағы мына жақтағы нені стрелканы басу арқылы таңдайсыздар. Выберите файл деген өздеріңіз файлды скачать етіп қойсыздар. Общественно-педагогическая деятельность мол болсаңыз 2 балл қосылады екен, 3 тілде сабақ берсеңіз 5 балл қосылады екен деген сияқты. Өздеріңіз таңдайсыздар. Наставник, тәлімгер болсаңыздар 0,5 балл деген сияқты осылай қосылады екен. Соң тағы да достиженияларды әрқайсысын қосқан сайын сохранить етіп отыру керек екен. Әйтпесе ол сохранить етілмей қалады. Мұнда атын жазасыздар. Мысалы, аудандық олимпиада 2023 оқушынікі файлды таңдайсыздар. Содан кейін астында птичканы басу арқылы сохранить етесіздер. Қазір мен біреуін көрсетейін. Наименование документа обязательно жазу керек. Не деп жазамыз? Педстарт, мысалы педстарт деп жазу керек. Педстарт олимпиадасы. И мұнда сол педстарттың PDF вариантын немесе фото вариантын көру керек. Педстарттың скачать етіп көру керек. Птичканы басу арқылы сохранить етесіздер. Сохранить етілді. Енді оған қанша балл береміз? Егер ондай жоқ болса, онда 0 балл деген таңдай саласыздар. Методическая деятельностьқа кіреміз, тоже солай. Наименование документа жазу керек. Документтің атын қандай документ скачать етейін деп жатырсыз. Міндетті түрде. Мысалға газет, мақала, газет, журнал, мақала жариялау деген сияқты жазып қойсаңыздар да болады. Сол жерден енді газеттеріңіз тауып аласыздар да, соны скачать етіп қоясыздар. PDF немесе фото варианттағы документтерді сол жерге жүктеуге болады. Таппай жатсаңыздар былай көріп аласыздар бірінші қайсы екенін. Содан кейін барып скачать етесіздер. PDF-ті ашып көріп алыңыздар. Басқа документті скачать етіп қойып жүрмеңіздер. Негізі әр документке атын жазып қойған дұрыс. Мен жазған жоқпын, сол үшін тексеріп отырмын. YouTube каналымда да тәжірибе тарату деп салып қояйын деп жатырмын. Егер сіздерде болса, міндетті түрде каналдарыңызды салып қойыңыздар, себебі ол тоже тәжірибе таратуға жатады. Не осылай таңдаймыз да. Міне газет, журналға жариялағаным осы жерде болу керек. Осыны барлығын бірақ жүктей салайын деп тұрмын. Бір жерге аты жазылды, сохранить деп басасыздар. Мына жақтағы стрелка сосын автоматически жанады. YouTube канал, семинар деп, общем, аттарын бәрін нетейін деп тұрмын. Сохранить деп басасыздар. Мына жақта варианттары, балдары, қанша балл беру керек, соның барлығы шығып тұрады. Бірінші бетін айта кететін жағдай, мына бірінші бетінен екінші бетіне өтпей қою мүмкін, далее деген шықпай қою мүмкін. Мына жақта көздер тұрған, ол уже автоматически сізде НОБД портфолиоға толтырдыңыздар ғой. Солардың нелері. Мына жерде тағы жұлдызша арқылы бір документ мында қосу керек.
наименование деп тұр. IELTS-тың балдары болады, НКТ тесттің балдары, PAS Delta деген сияқты, в общем, CELTA барлығын, TOEFL балдарын, солардың сертификаттарын қосып қойсаңыздар болады, көрсетіп. Далее деген шықпай қояды әйтпесе. Мына жерде қағазын сурет тұр, плюс добавить деген, соны басасыздар да кез келген сертификаттарыңызды қосып қойыңыздар, әйтпесе екінші бетке өтпейді. Мысалы педагог эксперт деген сияқты. Мен педагог эксперттің тесттен алған нәтижемді пока қосып қойын деп жатырмын, себебі оның әлі приказы жоқ. Тесттен өткен сертификатымды қосып қояйын. Сосын далее деген келесі бетке ашылатын болады. Міне сохранить дейміз. Сохранить етілді, енді далее деп өтеміз. Міне осылай екінші бетті жасаймыз сосын. Енді курсовая подготовкаға келгенбіз бағана. Курсовая подготовка, мысалы өрлеу, көздеріңіз курстан қандай онлайн курстар бар, күнделіктің курсы болды, білімленд курстары болды, әртүрлі, сол курстарды көрсете берсеңіздер болады. Файл обязательно скачать етеміз, сохранить дейміз да, мына жерге балын жазамыз. Тура солай жасай береміз. Өрлеу 1, өрлеу 2 деп сохранить етейін деп жатырмын. Міне ең соңында онлайн курс дедім, онлайн курсым сертификатын қосып, далее деп бастым. Енді общий сумма баллов 22 болып қалды. Бірдеңені өзгерту керек сияқты, немесе я согласен деп бассаңыздар да болады. Назад деп қайтадан барып бір нәрсеге балл қосып, мысалы мүмкін ұмытып кеттіңіз, балл азайып қалды деген сияқты. Үшін дұрыстап қарасаңыздар болады, қай жерінде өзгерту болады, қай жерінде. Енді желательно көп балл алуға тырысу керек қой, әрине жұмысқа кіру үшін. Сол үшін мына нелердің барлығын дұрыстап толтыру керек. Жетістіктеріңізді мен басында бірге сала салғам, кейін бөлек-бөлек. Каждыйына, оказывается, балл қосылады екен, сол үшін бөлек-бөлек салдым. Міне енді бізде 25 балл шықты. Я согласен деп басасыздар да, и принять, подписать. Өздеріңіздің ецпыларыңыздан да пароль жазып, тоже подписать ету керек. Барлығына ецп керек. Жоғарыға ссылка тастап кетемін. ецп кілт. Қалай онлайн ноутбуктан немесе телефоннан алуға болады. Сол ссылка арқылы кіріп подписать етсеңіздер болады. Енді қазір шығады, астында успешно вы откликнулись деп тұр. Откликнуться деп тұратын, қазір вы уже откликнулись деп тұр. Яғни мен ол мектепке конкурсқа заявка тастап қойдым. Тура солай барлық мектептерге заявка тастайсыздар. Егер де видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бір нәрсе түсініксіз болса, комментарийде міндетті түрде жауап берем. Тыңдағандарыңызға рахмет.